Дегеніміз не? Мысал келтір жаңағыға. Былай қара, бері қара. Тамаша, бұндағы сөйлемнің бір ғана мүшелері қайсысы? Шекте, жарайсың, отырамай. Балалар, бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз қос сөздер. Осы қос сөздерді видео сабақ арқылы қарап түсініп алайық. Аға, қараңызшы, айналаң қандай әдемі. Жапырақтар жап-жасыл. Анау ағаш басындағы алмалар қандай қып-қызыл. Ал мына көбелектер сап-сары екен. Мына шөптің арасында кіп-кішкентай жәндіктер көп екен. Балалар жаңағы қос сөз туралы видеодан көрді, мен қосымша түсіндіріп өттім. Енді соны пысықтап өтейік, алақ деп керек. Тапсырманы оқып ал. Как оқып? Қосарланып айтылуына жасалған сөздерді қос сөздер. Дұрыс па? Жақсы. Келесі әмірге. Қос сөздер бірігіп жазылады дейді. Тамаша, келесі. Қане, еркек сұлтаншыдан. Алла, енді қазір біз жаттығулар орындаймыз, иә? Жаттығулар орындағаннан кейін қазір месіндегі бағалау критерийін береміз және асық бағалауын береміз. Әркім критерийге байланысты белгілеп отырып, сабақтың соңында кім қанша балл жинағанын осы критерий арқылы не істейміз олар? Анықтаймыз, иә? Міне. Ал, нешінші жаттығу деп тұр балалар? Қараймыз, қане. Нешінші жаттығу деп тұр? 42-ші жаттығу, иә? Тапсырмасы қандай? Дескрипторы қандай? Жақсы оқып жүрші, тапсырма не деп тұр? Иә, екінші? Ары қарай? Қос сөздердің астын сызады. Сонда осы жаттығуды орындаған кезде дұрыс орындасақ, біз неше балл аламыз балалар? 4 балл аламыз. Ал бастаймыз. Балалар, келесі тапсырма жұрттық жұмыс, иә? Енді жұрттық жұмысты өз-өзімізді қалай бағалаймыз? Дескрипторын жақсы оқып, Бексұлтан оқып жүрші. Мәтінді оқиды, мәтінмен қос сөздерді табады. Иә? Қос сөздерді астын сызады. Тамаша, сонда 3 балл, жұрттық жұмысқа 3 балл қойылады. Өз-өздеріңді бағалайсыздар. Тамаша.
мына партаға келіп жиналып орындайсыздар. Екінші топтың балалары мына партаға келіп жинайсыздар, орындайсыздар. Үшінші топ мына партаға келіп топтық жұмысты орындайсыздар. Бірінші, қандай мамандық иесі екенін табамыз және осыған байланысты бір-бір сөйлем құрастырамыз. Ал топқа жиналамыз. Бірінші топ. Қорқып керек жоқ. Өздерің қарасаңдар. Қорқып керек жоқ. Екі топ өзінің топтық жұмыстарын қорғады. Енді үшінші топтан Саня келіп өзінің жұмысыңды қорға. Қолға қаламыңды алып шық. Жақсы болып жылдамырақ. Иә. Ал айтамын. Шетке қарап тұр. Қандай? Сендерге берген? Аспаз. Мамандықтың түрі? Аспаз. Қандай сөйлем құрадыңдар? Аспаз жеміс-жидекке дәрі тағам жасайды. Тамаша, енді осы үшін қос сөз қайсысы? Жеміс-жидек. Жеміс-жидек. Қайдан білдің қос сөз екенін? Иә? Жеміс-жидек деген сөздің Ортасына дейін сөйлем. тамаша, жақсы. Ал балалар, сабағымызды еттік қорытындылаймыз, иә? Қазір барлық бала шығады да мына сөздерді қажетті жерлеріне орналастырады. Үшінші қатардан бастаймыз. Бір баладан жылдам ақсүрекел. Уақыт алмаймыз, жылдам. Жақсы, дауысымыз шығарамыз. Келесі. Елена. Жылдам. Әке шеше. Қандай сөз? Қос сөз. Келесі. Сәлем. Жылдам. Бірін демейін бірі. Жылдам. Бүгінгі сабақты оқып көрейік. Тамаша, дұрыс па? Айша. Екі түбірден тұрады, иә? Жақсылық. Қандай сөз? Қандай сөз жасадың? Тамаша, келесі. Оқы. Тамаша, келесі. Димар, жылдам. Иә. Қандай? Тамаша, келесі. Бесідан. Мынау жауап қамдалған, иә? Бесідан қолыңызды жылағадан сағылды. Иә. Екі түбірден тұрады. Тамаша, қаңлап, жылдам. Жасыл. Қандай сөз? Қос сөз. Тамаша, келесі. Инка. Тұғын жете ма? Жезқазған. Келесі. Амыр. Кезек. Қандай сөз? Қос сөз. Тамаша, байланыс қылып. Жылдам айтамыз. Айсана. Yes.
соған дәлел болып тұр иә бұлар. Енді үйде 40